Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайда бургер істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ыдысымызға паршымызды салып, пиязымызды майдалап турайтын боламыз. Ыдысымызға салып, шашлычный приправамыздан саламыз. Тұзымызды саламыз. Қарабұршымызды да салатын боламыз. Паршының үстіне жұмыртқамызды жарып аламыз. Әбден араластырып, қолымыздың көмегімен ұрғылайтын боламыз. Сухарик салсаңыздар да болады. Азғантай ұн салып жібердім. Қолымыздың көмегімен домалақ пішінге келтіріп, қолымыздың көмегімен әбден ұрғылайтын боламыз. Осылай біртіндеп тізіп қоя береміз. Әбден қолдың ұруы өте маңызды рөл ойнайды. Қызып тұрған табада котлетімізді пісіріп алатын боламыз. Үстін басып жіберіңіздер. Видеодағыдай қылып жай отта бетін жауып қоямыз. Екінші беті қызады деген кезде екінші бетін аударатын боламыз. Тағы да жай отта қыздырып пісіретін боламыз. Табамызға салып, әсел пешкімізде екі жағын қуырып, сәл су құйып пісіріп алатын боламыз. Осылай қылып екі жағында аударып пісіріп аламыз. Сонда таза піседі. Бургерімізге енді огурциді турайтын боламыз. Ұзынша қылып, домалақ қылып турайтын боламыз. Қолдарыңызға қарап. Помидордың қаттысын алыңыздар. Солай турайтын боламыз. Помидорды домалақша қылып турадым. Видеодағыдай қылып. Салаттың листінде жуып тазалап қойдым. Сырдың емердің осы сыры ұнайтын маған, сіздерге де қолдануға кеңес беремін. Керемет сыр. Ыдысымызға майонезімізді, кетчугімізді құйып алатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластырып, бургеріміздің арасына жағуға қосатын боламыз. Котлетіміз бен сырымызды осылай буға қызартып қойыңыз 5 минутта. Оған дейін бургеріміздің арасына соусымызды жағып, екі жағына қалауыңызға қарап, салатын листі салдым, котлетімізді салдым, сырмен бірге огурцимізді, помидорымызды салып, бетін жауып дайындайтын боламыз. Ас болсын. Осындай видеоларды салатын боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Өте жақсы видеоларының рецептері бар. Үй жағдайда дайын болатын осындай бургер рецебі.